Assalomu alaykum. Bizning YouTube'dagi o'qirmanlar bugun Baku qalasına UFC'den akkreditatsiyani alib, bugun chiqib keldik tunda. Bugun nechisi? 22. Qasımda Bekijan var. Tak, bugun uxtab chiqdik-ku, короче. Uyquni qandirib, bugun blok түсірейік деп bir kamera satып алдық осындай. Мен сатып алған жоқпын, Бекежан сатып алды. Так, менің Бакуде ол 5-ші ретім. Біз осындамыз. Біз Бакудеміз 1-ші рет соңға да. Білмеймін, әзірге андай. Қатты не болып отырған жоқ менде. Вау отырған жоқ. Кафарка Габарли дейді. Ада жатыр UFC-дің жауынгерлері. Қосылып тұр. Көптеп UFC-дің адамдары және Әзербайжандағы жанкүйерлері UFC-дің. Казахстан? Иә. Казахстан. Физик? Нет. Кто? Шарабулет. Вот это физива. А вот это Шарабулет, вот. Скажи это вот это. Это Мактыбек Оралбай написал. Кто? Мактыбек Оралбай. Ага. Вот казах написал этот. Кто? Как его звали? Который с американцем дерется. Этот. Сегодня Бекзат Алмахан, Расул Алмабай. Алмабай, да. Расул Алмабай, вот это. Сейчас. Abi yol açmayın, beri gelin. Мына жақта кипич болып жатыр. Азмаз чөт-чөт. Уалейкумассалам. Кто приехал? Азим? Вот. Папе привет передал через него. Как тебя зовут? Ибрагим. Ибрагим? Да. А кто любимый боец тебе? Ислам. Ислам Махач. Махач. А ты сам азербайджанец, да? Да. Еще этот. Как Бекзат Альмахан тоже написал здесь. А, Бекзат Алмахан, да? Вы из Казахстана? Да, Казахстан приехал. Жел соқтыр, ауа райына отыр. Мына UFC-дің несі аурасы жақсы екен. Гостиницаның алдында фанаттар тұрады. Мысалы футболдарда біз көріп жүр қой. Реал Мадрид келгенде не деген сияқты да. Мына жақта каждый боец автограф алады балдар. Бізде де барлық жерде сондай ғой. Қызық, өте жақсы. Спорттық бір мәдениет қалыптасқан Бакуде. Енді қалыптасып жатыр ғой бұларға. Бізге әлі келгенде жоқ бұндай нелер. Формула 1 не деген керемет спорттық шаралар, концерттер. UFC 2-ші рет осымен. Bizde kilise kolay var, Жоқ, бізде келсе де жақсы болады. Тура осындай болады. Бұдан көп ажиотаж болады ғой бізде. Өйткені бізде ММА-ді ерекше жақсы көреді ғой. Дончаң, ассаламу алейкум. Бывший боец Найза. Донченко. Из Казахстана? Да, Сактау еще. Казахстан. Алпсок. В Актау? Да. Ты был Ахтау, да? Конечно. Я знаю. Очень классно в Актау. Да. Можно? Спасибо. Можно, пожалуйста, автограф вдруг попросил? Вот это фанат Донченко. Готов. Вот это азербайджанцы. Натяни. Тартып тұр, тарт. О. Можно, пожалуйста, автограф вдруг Да. Мне друг наш попросил. Где? Вот здесь. Давай. У нас сайт. Сань. Это на соли, брат. Толкнулся, соли. Извини. Бека тұр. Судьба толкнул.
Все, брат, удачи. Удачи, желаю. Данил, удачи. Рахмет. Вот Баку. Астана десе Астана екен. Мынау енді болашақта ашылатын қонақ үйдің. Біз UFC-дің осындай дайындалатын жеріне келдік. Мына жерде қызыл бұрыш пен көк бұрыш, яғни мына жерде жауынгерлердің тізімі тұрады. Мында деген сияқты. Залда Данил Донченко бізге таныс, және Нұрсұлтан Урзабаев және Бекзат Алмахан дайындалады. Солай біз екіге бөлініп тұр. Қазір көреміз, іштің залын атмосферасын түсіндіремін. Ассалаумалейкум. Чего не можешь зайти ты? Что зал, там пацаны... Поедим и отдохнем. Да. Так, в этот раз многие писали, что слишком натуральный получил бонус, и из-за этого есть некоторые проблемы в этом. Будет более холодный, Да нет, будут более холодные. Больше права, давай. Ораз. пойдем наверх. Мен Еркін Қажымқан, Бекзат Алмахан командасынан бірге көмектесіп жүрміз. Алла қаласа тек қана жеңіс деп ойлаймын, иншаллах. Бәрі Аллахтан ғой. Бірақ настрой жеңіс болып тұр ғой бізде. Алла қаласа келеміз біз UFC-ға асықпай. Қазір таңда жаймен соның қазір таңда соның кішкене бай дейді, ырымдарды істеп жатыр ғой. Алла қаласа, конечно. UFC-ге, бірінші мәрте UFC-ге. Алла қаласа талай келеміз деп ойлаймын, иншаллах. Өзім де төбелесем. Өзім Қазақстан ғой, Қазақстан, Шымкент, Сарыағаш, Абайдікім өзім. Сарыағаш, Абайдіктер болса, ассалаумалейкум баршаға. Сол, айтамыз, рахмет. Мен қазіргі таңда октагон төбелесіп жатырмын. Қазіргі таңда рекордым 3-0 ғой. 3-0. Өзім жақында ғана бастадым. Негізі күрескем. Жақында ғана бастадым ғой. Сол. Бірақ ол мықты жігіт екен, конкретно мойындау керек. Бірақ дайындалыңдар деп қоясың ғой, братанша, оларға Алла қаласа. Сол, рахмет. Мына отыр ғой, Дончеге отыр мысалы. Қазақстан найзада төбелескен. Қазір таңда формасы вообще бөлек. Баяғыда қазір мүмкіндік көп. Конкретно жақсы тренировка істеп, жақсы өзің қалай көрсетесің солай ғой. Өзің мықты болсаң, конечно, любой жер жап шығасың ғой, Аллахтың қалауыменше. Мына жерде Қазақстан Дартим командасы жүр, мысалы өзіміздің Қазақстан, Асу Алмабаев ағамыз, Алиби Идрис ағамыз, Санжар, Еламан, Сәттілік, брат. Қазір қалай жақсы сезініп отырсың өзіңді? Шүкір, жақсы бәрі ойда. Салмақ болған ғой. Ең қиын жұмыс осы ғой. Настроение жақсы сияқты ол. Настроение жақсы, Аллаға шүкір бәрі жақсы. Біздің дебют бұл UFC-дегі журналист жағынан. Өте керемет. Еркін
көресіңдер ғой. Медиаден, Стердаун, ашық тренировка. Бұйырса. Сен ештеңіз, біз өзіміз қуып алып жүріп жатқан. Иә. Біреуінен жіберді ғой. Дайындалған ба? Не, дұрыс дайындалмаған ғой десең. Сен дайындаласың ба? Иә, бұйырсаға ертең керек болады. Бұйырса, иншалла. Скоро барамыз ғой. Аурасы қалай болады? Аурас мощный ғой. Кәдімгідей бір мотивация аласың өзің. Сен бірінші ретсің ба UFC-де? Жоқ, үшінші рет уже. Иә, үшінші рет келіп отыр. Дубайда болдың. Дубайда болдым, оның алдында Азат Мақсум Бакуда болдық. Қазір мына Бекзатқа келіп отырмын ғой. Сен көзің. Именно Бекзатқа осы Бакуға келеміз ойламаппын бар ғой. Асық па? Бекзаттан Бакуге? Иә, келеміз ойламаппын. Бакудың несі қалай екен? Ауа райы? Ауа райы жалпы кіші Дубайға келеді екен. Моря болғандықтан ба кіші иісі келіп былайша. Бірақ енді қыдырғанға былай келіп көргенге әдемі қалады. Тамақтары да күшті, адамдары да андай жұмсақты адамдары жақсы. Өзің қайда жатсың қазір? Осы Сен Бекзат? отельде жатырмын, иә, Бекзаттың қасындамын. Қалған жігіттер? Қалған жігіттер квартирада жатыр ғой. Қалай өзіңнің аналитик ойың қалай болады жекпе-жекте? Мен ойым енді Бекзат осы бойға енді қаншама сбор өтті, қаншама енді еңбек жасалды, тактика қойылып жатыр, енді қойылды жалпы. Енді мен ойымша досрочно болатын сияқты. Нокаут күтеміз. Мен өз ойым енді ол. Бір нокаут болатын сияқты. Өзің тактикалары бар да? Иә, тактика қойылды. Сол бұйырса сол тактикамен жұмыс істесе, енді главный бұл жерде салмақ жасалу, одан кейін барып, енді восстановление ғой бұл жерде. Ең восстановление жақсы болса, дальше в общем бой бұйырса мощный болады ғой. Өзіңде не жаңалық? Менде жаңалық жоқ, пока енді бой күтіп отырмын. Бой деген осы июльге уже бой беріп жатыр. Октагонда бұйырса сол жерде короче өнер көрсетеміз ғой. Басқа лигаларға кету жоспарда мысалы жалғас Октагон лигасы недегі Чехиядағы недегі Жалпы неге Бревқа берген маған. Ой, неге Бревқа одан кейін ол салмағы жағы келіспей қалды, короче. Мен салмағым срок аз болып қалды да, и салмағым келмей қалды да. Самое главное кішкене терлеу ғой, организмді алдау. Ең қиын түндер осы 2 күннен кейін ғой, ең соңғы қиналатын ғой. Соны аман есен өтіп алсақ, ары қарай уже бойға дайындаламыз. Спарринг партнер барлығы болсын ба десе? Спарринг партнер, иә, қасында осы 10 күн бұрын келгенбіз. Қасында жүрміз, көмектесіп. Дамир бар, Жайсик бар, мен бар, Қажымұқан бар. Сол 4 спарринг партнер, 4-еміз кезек-кезек ұрып жатыр. Азат келмеді бүгін болған? Жоқ, Азат что-то келмеді. Бұйырса енді қазақтың жанкүйерлері осы келіп қалады, 27 күні звондап жатқандар көп енді. Бұйырса, иә, давай деп енді қазақ жанкүйерлері мықты ғой. Алла бұйырса енді будем газовать қой 27 күні. Не бойынша ана Октагон бойынша сұрайын едім. Соңғы билет бойынша айтасыз ғой? Ана жігіт. Иә, 1000 теңге билет бар ма деп айтады. Енді сол сөз қатты өтіп кетті ғой, содан кейін адамдар кішкене тани бастады ғой. Енді қазір сондай ключевой сөз тағы да ойластырып жатыр ғой. Келесі бойға енді тағы да жақсы не күтіңіздер енді. Треш-ток дейді ғой. Қазір енді треш-токсыз ештеңе болмай жатыр ғой. Осы туралы айта кетсеңіз, медиа жағынан. Медиа жағынан қазір қатты көңіл бөліп жатыр. Енді Алла қаласа қазір енді Instagram жүргізіп жатыр. Қазір көбісі байқап жатыр ғой. Instagram көп рилстар салып жатыр, публикация салып жатыр. Енді Алла қаласа алдағы уақытта треш-ток деген нәрсені қолға алайын деп жатырмыз уже. Енді сол егіз фишкамыз бар ғой енді. Сол егіздердің тағы бір өзінің несін дайындап жатыр. Образ дейді ғой өзі. Бұйырса күтіңіздер. Бұндай не жоқ қой енді әзірге. Егіздер деген вообще төл сыртқа қазақ қайтырлығы жоқ қой. Соның бәрі көбісі айтады, екеуің егізсіңдер ғой, давайте бір
бір нәрсені ұйымдастырсаңдаршы, егіз болып шықсаңдаршы деген сияқты. Енді соны қазір соны қолға алып кішкене қазір пландап жатырық, ойластырып жатырық. Алдағы енді келесі бойымыз Қапшағайда болады. Осы келесі ай июльдің 25-і. Соған жақсы бір образбен, жақсы трештокпен шығамыз ғой. Тогда добавляем 5 минут осталось. Бізде, короче, Бекзат пен Жайсик екеуі осында, гостиницада. Қалған балалардың бәрі де ағай бар, партия жатыр. Яққа примерно бір 10 минуттық жерде. Жақын. Жақсы районға. Жақсы ма? Кеп мына келгенбіз ғой. Сөйтіп асу бәріміз көрші болып шыққанбыз ғой. Білмегенбіз ғой. Кейін білгенбіз ғой, история саламыз. Сөйтіп кімдер жазып тұрған сол бар. Біз осы районда жатырмыз ғой. Сөйтіп бір район алғанбыз ғой. Әлібилер ма? Әліби бәрі. Міне процесс осылай өтеді бізде. Качество отработки. Жеңіл. АСУ готов, иншаллах. Все здесь вот ребята самые сильные бойцы из Казахстана. Здесь. Погода отличится, вот это Алматы и Баку. Ну мы поэтому за 3 недели сюда приехали. Конечно, в Алмате 850 метров высота, здесь уровень моря. Поэтому, чтобы адаптацию пройти, мы заранее приехали, адаптировались. И уже сейчас нормально. Килограмм остался примерно. Ну да 5,5 примерно. Это не проблема. Нет, нормально. Мы знаем вот это Джонсон, знаем, дистанционно хорошо. Да. 3 раунда нормально чувствую. Да. Хороший. Какой раньше было Жалгас и Азат был. Да, он бился уже с нашими бойцами с Казахстана. Мы его не первый день знаем. Знаем его по боям и с Азатом Махсом, и Жалгасом Жумагуловым. Хороший спортсмен, выносливый, хорошим боксом, опытный. Не просто так же в UFC, он тоже сильный. Надо будет хорошо настроиться и выигрывать, все отдать, чтобы победить. Спарт-партнер сейчас Алиби Идрис и... Алиби Идрис, Санжар Адилов, Ярослав Шукатаев. Мы вместе здесь приехали, вместе на сбор провели. Они вот 4 работали. 3 работали с АСУ. Там мы под соперника, конечно, работали. Вот Алиби больше под соперника работал. Ну, все ребята под соперника работали больше. Стойки. И борьбу делали, и стойку делали. Это же ММА. Там, конкретно что-то там оттачивать. Только стойку тоже не пойдет. И грэпплинг надо, и вольный надо, и бокс надо, и муай-тай надо, и грэпплинг надо. И позиционно работать. Поэтому работали под соперника, ну, общую работу, общий сбор провели. Сбор был Дагестана, да? Нет, в Осетии первый сбор был. Второй сбор был у нас на базе. У нас база есть, удар-тим команды на Будаковке, в горах, 1540 метров. И 3-й сбор уже вот здесь провели. Ну, до этого мы еще проводили сбор, когда бой с Морено назначили. Руку сломал Жасу. Там мы тоже сбор провели в горах в Талсамале, в Алмате. Он в конце же сбора руку сломал, крайний спарринг был. Поэтому 4 сбора провел. Ну, отцу всегда тренируется, у него нет такого, чтобы он тренировался. Всегда тренируется утром, вечером. Самый трудолюбивый боец Ну, Казахстана. я думаю, один из самых трудолюбивых, да. Бывший боец Найза сегодня подрется UFC. Как подготовка, скажите? Ассаламу алейкум, Казахстан. Рад дать вам интервью. Вот, да, уже на этой неделе буду драться против шведа. Один швед слетел, мне дали 2-го соперника, поэтому чувствую себя отлично. Мы все большой командой прилетели. И плюс наши бойцы из Казахстана здесь, АСУ, Бекзат, Алиби. Вот, и мы все вместе тренируемся, и вообще атмосфера бомбовая, и чувство такое заряженное, мы все побеждать. Другой швед, Теодор, молодой,
И, как по мне, Густавсон был выше классом, сильнее, поэтому я был готов на Густавсона, и сейчас я готов на этого соперника. Он, можно сказать, неплохой в ударке, в борьбе, но нету ничего особенного, нету особо высококлассных навыков в борьбе или в ударке. Он хороший везде, но я не думаю, что он будет для нас проблемой. Искренне вас любим, потому что ты в нашем лиге сразу вылетал в UFC. Да. Как ты чувствуешь вот этот Найза и сразу UFC? Ну, на самом деле, как я всегда говорил, что я очень рад был драться в Казахстане, в Найзе. Меня всегда очень хорошо принимали. Я всегда после боев оставался на неделю, на 2, на 3. Правда, много веса набирал, потому что постоянно кушал много в Казахстане. Вот, и я получил колоссальный опыт в Найзе, был чемпионом, защищал пояс, были очень тяжелые бои, были хорошие соперники, и я как раз зашел в UFC после Найзы в полной готовности, я был уверен в своих силах, что я выиграю ТАФ, что я буду в UFC, буду побеждать, и то, что сейчас стараюсь и делать. Да. Ярослав Ямусов тоже дерется. Да. Он не мешает или как? Да, но на самом деле нас всего лишь 2, и я не думаю, что нас сведут. Вот, то есть в этом весе есть 2 бойца, с которыми я бы никогда не хотел драться, и с которыми я никогда не подерусь. И это первый это Ярослав Амосов, а второй это Шавкат Рахмонов. Поэтому я думаю, наши пути никогда не сойдутся, и мы будем вместе продолжать побеждать и поддерживать друг друга. Көп қалған жоқ асылда 4 кило қалған шығар. Жарым 4 кило қалды примерно. Бекзатта да бір 5 килодай қалды. Көп емес салмақ екеуінде де. Нормально. Сондай. Бакудың несі атмосферасы Алматыға, Қазақстанға жақын дегенде бір өзгешелік бар ғой, қанша дегенмен. Жел постоянно, жел. Ну, Ақтауға ұқсайды почти. Ақтауда болдыңыз, да? Кеше болды ғой. Мен кеше Найзада болған кезде. Ақтауда 4 күн жаттым да сосын Ошаға Ақтаудан премьер кеттім. Найзада болды. Ақтауда. Найза кім болды? Расим болды. Шах Ағасы, інісі. Шах төбелесті. Сосын кім? Бежан Қожалиев Тәжікбала төбелесті. Дартимға келген ба? Қазір келді Дартимға. Сосын тағы да Омар Нұрдәулет деген бала бар. Сол үшеуі төбелесті Дартимға. Осы кімде келіп жатыр жақында? Санжар Адилов. Санжар Адилов келді. Көшен Ақанов келді қазір. Көп қазір. Тартимде поколение ауысып жатыр десе ғой, былай айтқанда. Бұрынғылар баяғы. Я енді бар ғой, қазір UFC-де жүрген жігіттер бар. Возраст қой, возрастный жігіттер бар. Шавкат, Асу, 30-ның үстіндегі қазір. Екінші поколение келе жатыр олардан. 2004-2005 жылғы балалар уже солардың орнын басуға дайында уже олар. Мысалға Шахзада Мирзаев, Расим Мирзаев бар. Сосын тағы да бізде 70 килода кім бар? Мейірбек Исқазиев білесің? Кеше. Вот бұйырша мысалға кейін болашақ UFC-дің. Дартим былай көп жігіттер басқа залдан келіп ауысып келіп жатыр. Басқа залға ауысып жатыр Дартимнен де. Дартимнің өзінің дайындап жатқан енді Дартимде көп болған жоқ қой енді. Өзінен басынан дайындалған, нөлден шығып дайындалған жігіттерден кім бар? Расимде. Сол Шахзада Мирзаев мысалға UFC-ден көре аламын деп ойлаймын да мен мысалға сол екеуінің братьялар өйткені талант та бар екеуінде. Жүрек те бар. Қанша талант болып тұр, сенің жүрек болмаса тоже қиын. Өйткені сен талантыңды жүрегің болмаса бар нәрсені пайдалана алмайсың да. Сол үшін Құдай берген да, жүректі де берген, талантты да берген, енді барлық жағынан берген да, бірақ соны тәртіппен дұрыс пайдаланса, вот UFC-ге жетеді. Тәртіп болмаса өте қиын болады. Білмеймін. Ерасылда қазір Дартимде ма? Ерасыл Шүкатаев келген жоқ, бірақ бірге ма? Иә, соңғы уақыттары бірге. Енді о да бой ғой. 17 жігіт соған бірге дайындалып жатыр. Әлібек қайда кетті? Бірге дайындалып жатыр.
Ворую его. Подожди, пойдем на свет лучше, чтобы вот там светло. Выше, да? Сейчас держи, Альми. Давай. Давай. Хорош. Палуан. Алтын. Деньги бар екен ғой бізде. Все, спасибо, брат. Голова работает, Сереж. Привести к себе UFC – это именно про большие затраты. Вот сейчас вы первый раз, да, я понимаю, на UFC? Да. Вот. Средняя Да. первый. Нет, вы вот здесь, вот в боку, Да-да, правильно? дебют у нас. Мгм. И вы вот увидели, когда ты приезжаешь уже с аэропорта, на протяжении всей дороги висят флаги UFC, везде постеры UFC. И это очень большое вложение не на уровне бизнесменов даже, а на уровне Министерства туризма. Пока, то есть на правительственном уровне тебе не окнут UFC, вряд ли он приедет к вам в страну. Поэтому вот сейчас в Узбекистане министр спорта, я так понимаю, общался с Даной Вайтом и Хантером Кэмпбеллом. И, по-моему, был сын президента, что ли. Вот, то есть, настолько высокие круги обсуждают приезд UFC. И вот если в Казахстане действительно это уже будет там на уровне правительства обсуждаться, то тогда это реальная история, потому что это очень большие деньги. Чтобы привезти UFC, это там порядка 20 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, надо типа им дать. Вот. Если такого уровня люди согласятся, то UFC может приехать в Казахстан. Но, как я видел, переговоры, они останавливаются, не про всех людей буду говорить, кто вел переговоры, но останавливаются на том моменте, когда люди говорят, что типа сколько мы сможем с этого заработать. Заработать с того, что приедет UFC первый раз в Казахстан, скорее всего, невозможно. Это именно большая государственная программа какая-то. Это праздник, да? Ну, конечно, это для людей это праздник, но я про то, что это инвестиции огромные. То есть это, большие инвестиции, которые приведут туристов точно, но это долгосрочная история. То есть ты сегодня не заработаешь за турнир UFC, но в будущем, если ты там заключишь какой-то контракт, как, например, Азербайджан сделал, у них контракт на 3 года. То есть каждый раз фанаты UFC из Центральной Азии, из стран СНГ, в принципе, знают, что надо ехать в Азербайджан, в Баку, чтобы посмотреть UFC, потому что нигде больше пока что не проводится. Вот в таком плане можно, наверное, заработать в долгосрочной истории, но в краткосрочной нет, инвестиции не окупятся. Все, спасибо. Спасибо большое. Все, спасибо. Алыпсок знаем, смотрим. Все, удачи. Жоқ, жаңа UFC-дің несі бойынша да? Ертең болады, бізге ертең аккредитацияны береді. Сосын береді. Мен шаржы жұмыспен бір сборда болғам. Қайда болдың? Таиландта болдық екенбіз. 2018-2019 жылдары Тайгер Мойтай командасының отбор болды ғой сол кезде, сол жылдары. Сол кезде екеуміз бірге өткенбіз. Спарринг жасадық екеуміз. Ол кезде кішкене сырой болатын ол. Енді спаррингді шыны керек кішкене ұтып қойып жүрдім ол кезде. Бірақ одан кейін ол Тайгер Мойтайға, ол да өтті, мен де өттім командаға. Одан кейін ол прогрессы жақсы кетті. Бір американский лиганың чемпионы болды, поясын қорғады, сосын барып UFC-ге өтіп кетті. Біраз өсіп кетті да? Ол кезде күресі жоқ болатын, қазір күресін защитасын жақсы қойып алған. Жеке карьераңда мысалы бұрынғы UFC-лар Instagram, жауынгерлер дейінші, жауынгерлер Instagram ештеңе жүргізбесең жақсы жүргізіп келе жатсың да, сол туралы айтсаң өзіңді блогер демей қойын, өзіңді кәдімгі халыққа бір пайдасы бар, хайп емес ешқандай өзің. Сол туралы айтсаң, неге ондай шешімге бер? Себебі қазіргі таңда ол актуальный нәрсе екенін көзіміз жетіп отыр. Ең басында ұялатынмын жүргізуге, бірақ келе-келе үйреніп кеттім. Қасымда жүрген жаңағы Әліби бар, Асу бар, олардан маған айтты: Санжар бауырым, қазіргі таңда необходимый заттардың бірі деп. Мен де олардан сабақ алып жатырмын, тәжірибе алмасып жатырмыз. Тек қана спорт жағынан емес, уже бауыр болып кеттік та, сырласамыз, ақылдасамыз, бәріміз бірігіп дайындалып жүрміз қазір. Асу бастап берді. Енді Қазақстанда осы жетіспей тұр да бізге. Соны Асу бастап беріп жатыр қазір. 57-лер біз сондай шешім қабылдап жатырмыз. Стараемся постоянно бірге сборға. Біреуіміз дайындалсақ, екіншісіміз айтамыз, шақырамыз көмекке. Сөйтіп
Енді былай қарап отырсам, Дағыстан елінің жігіттері именно Хабибтің командасын қарайтын болсаңдар, бір-біріне көмектеседі. Үлкен старший поколение, кіші поколениеге бауырларына көмектеседі. Таптап берді үлкендері, артынан сүйреп келе жатыр да бауырларын. Біз де сол сабақ алуымыз керек та, сол жағынан именно. Сол жолды қазір міне бастап келе жатырмыз ақырында. Сен өзің Дартемге былай ауыстың ғой. Сол туралы айта кетсең. Жақында сондай шешім қабылдадық. Маған ұсынысты Дартем командасынан Эдуард ағай, тренер, бас бапкер сондай ұсыныс ұсынды. Командамызға кел, бірге дайындалайық. Енді онсыз да қасымызда жүрсің ғой дейді, асуға көмектесіп, спарринг партнер болып. Сондай шешім қабылдадық. Енді жалғыз жүрсең, тез жетесің, командамен жүрсең, ұзақ жүресің деген сөз бар ғой. Сол командалық жұмыс бастап жатырмыз Дартем командасына, берекелі болады деп ойлаймын. Рахмет, сәттілік. Алдағы уақытта жеңіс, UFC-ге де біз де саған келдік, осылай сұхбат алып тұрайық. Не деп айтады қазір? Өлек болып тұр. Біз бүгін теңіз жағалаудамыз. Бакудың бұл деген өте керемет деген. Второй раунд Нурсултан выиграет нокаут. Понял. Все, нақты. Ана микрофон сразу бергенде мен ұстап жүретін едім. Біраз әңгіме етіп. Сен қапталын алдына шығуың керек еді. Жоқ, несек қалады ол қазір. Ұялып қалады, сосын барған жоқпын ғой. Венецияны көрсетейік.